Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 5 сынып математика пәнінің 4-10 сабақ В және С тобының 974 және 981 есептерін қарастыратын боламыз. Ол үшін ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Бізде біріншісі логикалық есеп. Сақиналар 8 пакетке салынған, оның бір пакетіндегі сақиналардың әрқайсысының массасы 21 граммға тең. Ал қалғаны пакеттердегі сақиналардың әрқайсысының массасы 20 грамм. Көрсеткіші бар таразымен бір рет өлшеп, әрқайсысының массасы 21 грамм сақинаның қай пакетке салынғанын қалай табуға болады дейді. Бізде бір пакетте бір сақина, екінші пакетте 2 сақина, үшінші пакетте 3 сақина деп 8 пакетке 8 сақинаны салсақ болады. Және барлығын қосатын болсақ 1 қосылған 2, қосылған 3, қосылған 4, қосылған 5, қосылған 6, қосылған 7, қосылған 8. Бізде ол 36 сақина алынған екен. Және де сол 20-ны біз 36-ға көбейтетін боламыз, яғни 20 граммға. Сонда бізде 720 грамм болады. Егер 721 грамм болса, бір сақина 21 грамм деген сөз болады. Сонда бізде бірінші пакетте 21 граммдық, ал екінші пакетте 722 граммдық, және тағы сол сияқты үшінші пакетте де кете береді, алға қарай жалғастырып. Біз осылай 21 грамм сақинаның қай пакетке салынғанын таба алады екенбіз. 975 есеп. Ұзындығы 10,7 см, ені 6,2-1 см тік төртбұрыш сымнан иіліп дайындалды. Егер осы сымның иіп квадрат дайындасақ, оның қабырғасының ұзындығы неше сантиметр болады? Бізде аны табу керек. Бізде периметрдің формуласы а қосылған в көбейтілген 2-ге. Бізде а қосылған в, яғни 6,2-ден 6,5-ке тең болады. Оған 10,7-ні қосып 2-ге көбейтетін болсақ, ол 4,4 сантиметрге тең. Бізде квадраттың 4 қабырғасы болғандықтан, яғни 4 қыры болғандықтан, 4 бұрышы болғандықтан 4-ке бөлеміз. Сонда 34,4-ті 4-ке бөлсек 8,6 сантиметр екен. Сонда бізде оның қабырғасының ұзындығы 8,6 сантиметрге тең болады. Бізде 976 есеп. Ондық бөлшектерді натурал сан түріне жазып алып есептеңдер дейді. Бізде ондық бөлшек берген, оны натурал санға айналдыру үшін біз мысалы 0,185 бізде үтірден кейін 2 сан, яғни 100-ге көбейту керек. Бәрін 100-ге көбейтіп шығатын болсақ, 85 көбейтілген 125, көбейтілген 448, бөлінген 500 көбейтілген 560, көбейтілген 1, көбейтілген 170 болады. Енді бәрін қысқартатын болсақ, бізде 10-нан 1, ол бізде 1-ді 10-ға бөлсек 0,1-ге тең болады. Екіншісінде дәл сол бәрін 100-ге көбейтеміз. Сонда бізде 1150 көбейтілген 40, көбейтілген 18, көбейтілген 310, бөлінген 90, көбейтілген 230, көбейтілген 620 шығады. Сонда бізде жауабы 20-ға тең. Үшіншісі, бізде 3,5 көбейтілген жақша ішінде 5,26, қосылған 3,44, көбейтілген 5,4, бөлінген 7,5 азайтылған 4,15, көбейтілген 14, көбейтілген 0,6 дейді. Біз алдымен жақшаның ішін орындап алатын боламыз. 5,26-ға 3,44 қосатын болсақ 8,7 шығады. Ал бөлімінде бізде 2,9-ға тең болады. Бәрін 100-ге көбейтіп қысқартатын болсақ 6,175-ке тең. Енді төртіншісінде де бізде дәл солай алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 20,1-ден 7,3-ті азайтып тастайтын болсақ, бізде 12,8 шығады. Ал бөлімінде 24-ке тең. Енді бәрін 100-ге көбейтеміз. Сонда 150 көбейтілген 1280, көбейтілген 950, бөлінген 2400, көбейтілген 320, бөлінген 190. Бәрін көбейтетін болсақ, бізде 20 бөлінген 16 шығады. 20-ны 16-ға бөлеміз, сонда бізде 1,125-ке тең болады. Келесі бізде 977 есептеде алмалдарды орындаңдар деді. Біз алмен есептің жақшаның ішіндегісін орындаймыз. 2,25-тен 3-ті ондық бөлшек айналдырамыз. Және де оған 9,6-ны қосып 5,72-ні азайтатын болсақ 6-ға тең болады. Ал бөлімінде бізде жақшаның ішін орындасақ, бізде 2,6-ға 0,15-ті көбейтсек 1,3-ке тең болады. 10,192-ні 1,3-ке бөлсек, және одан бөлсек 8-ге шығады. Одан 0,4 азайтып тастасақ 8-ге тең болады. Енді біз алымында 6-ны 0,15-ке бөлсек 40 шығады. 40-ты 5-ке бөлсек 5-ке тең болады. 40-ты 8-ге бөлсек 5-ке тең болады. Енді екіншісінде біз үстіндегі сандарды аралас санды жай бөлшекке айналдырып, ортақ бөлім беріп шығаратын боламыз. Сонда бізде алымы 3-тен 14, азайтылған 9-дан 5, көбейтілген 7-тен 18. Бөлімінде 3,21-ден 17, көбейтілген 5-тен 1, қосылған 1. Сонда бізде тең болады 68 бөлінген 21, бөлінген 16 бөлінген 21-ге қосылған 1. Бізде 21-ден 16-ны көбетіндегі айналдыратын болсақ, екеуінің орны ауысып 16-дан 21 болады. Сонда бізде 21 мен 21 қысқарып кетеді де, 20 қысқарып кетеді, және де жанында 1 бар. Сонда бізде 21 бөлінген 4 тең болады 5,125-ге.
Келесі 978 есеп компьютерде теруші шығарманың 0,5-ін теруге алды. Ол өзіне алған шығарма беттердің 0,7-ін тергенде терілмеген 6 беті қалды. Шығармада барлығы неше бет болған? Бізде бір бет болатын болса, бір беттің 0,7-ін азайтып тастайтын болсақ, 0,3 беті қалады. Және біз 3х тең болады 6-ға, сонда x тең болады 6-ны 20-ға бөлсе, 6-ны 3-ке бөлсек, 0,3-ке бөлетін болсақ, бізде 20 шығады. Және 20-ны 2-ге көбейтеміз, сонда 40-қа тең. Жауап бізде шығармада барлығы 40 бет болған екен. 979 есеп 414 суретте кубтың бөлігі болатын АВС А1, В1, С1 фигурасы кескінделген. Оның табаны АВС үшбұрышы. АВС үшбұрышының ауданы 6,25 см квадрат. АВС А1, В1, С1 фигурасын көлемін табыңдар. АВС А1, В1, С1 фигурасы қалай аталады дейді. Алдымен сызбасын сызбалатын болсақ, бізде ауданы 625 метр квадрат болса, оны 4 қабырғасына бөлеміз. Сонда әр қабырғасының ауданы 25 метр квадратқа тең. Енді бұл біз 5 қабырғасын 3-ке көбейтеміз, яғни 5 көбейтілген 5 көбейтілген 5, 5-дің кубы ол 125-ке тең. Енді 125-ті 4 қабырғасына бөлсек 31,25 метр куб шығады. Енді бізде А көбейтілген А 25-ке тең, бір қабырғасының квадраты. Енді А-ның квадраты бізде А квадрат тең 25, А тең болады 5-ке. Келесі есеп бізде дүкендегі алмалар 3 күнде сатылды. Бірінші күні түске дейін барлық алмалардың 0,3, ал түстен кейін 24 кг алма сатылды. Екінші күні түске дейін қалған алмаларының 0,4, ал түстен кейін 30 кг алма сатылды. Үшінші күні түске дейін одан қалған алмалардың 0,6, ал түстен кейін 36 кг алма сатылды дейді. 3 күнде барлығы неше килограмм алма сатылды? Бірінші күні неше килограмм алма сатылды, ал екінші күні неше килограмм алма сатылды дейді. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Ал шешуіне келетін болсақ, бізде біріншісі бізде 1-ден 0,6 азайтып тастайтын болсақ 0,4, сонда үшінші күні қалғаны болады. Енді 36-ны 0,4-ке бөлсек 90 кг, сонда бізде үшінші күні 90 кг сатылған екен. Енді 90 қосылған 30 бөлінген 1 азайтылған 0,4, 120 бөлінген 0,6, 200 кг-ға тең. Енді 200-ден 90 азайтып тастасақ 110 кг екінші күнгі. Ал енді 200 қосылған 24 бөлінген 1 азайтылған 0,3, сонда бізде бірінші ақшадан 224, екінші ақшадан 0,7 шығады. 224-ті 0,7-ге бөлетін болсақ 320 кг. Бұл бізде үшінші күнде. Ал енді бірінші күнді табу үшін біз 320 көбейтілген 0,3 қосылған 24 деп аламыз. 320-ны 0,3-ке көбейтетін болсақ 96-ға тең, оған 24-ті қосақ 120 кг. Сонда бізде бірінші күні 120 кг алма сатылған екен. Келесі бізде 981 есеп амалдарды орындаңдар деді. Бізде бірінші амалда 2 бөлік берілген екен. Бірінші бөлікте бізде араласандар жай бөлшектерді ондық бөлшек айналдырып шығаратын боламыз. Бізде біріншісі амалмен шығаратын болсақ, бірінші амалда бізде 1,6-ны 8-ге көбейтіп, оған 2,9-ы 5-ге көбейтілгенді қосатын боламыз. Сонда 12,8 қосылған 14,5 тең болады 27,3-ге. Екіншісі 75 бөлінген 10 көбейтілген 3-тен 1 азайтылған 10-нан 5 дейді. Бізде сонда 2-де 5 азайтылған 2-ден 1 шығады. Бізде бөлімі 1-де, яғни алымын азайтып аламыз. Сонда 4 бөлінген 2 тең болады 2-ге. Енді үшінші амалымыз бізде 27,3-ті 2-ге бөліміз, сонда 13,65. Сонда бізде бірінші бөлігінен 13,65 шығады екен. Енді төртіншісі 60 азайтылған 18,75 бөлінген 25. Ол бізде 1,65-ге тең болады. Бесіншісі 7 бөлінген 12 қосылған 15 бөлінген 100 көбейтілген 15. Бізде ішінде ортақ бөлім беретін боламыз. Сонда бізде 35 қосылған 9 бөлімінде 60-ға тең, оны 15-ге көбейтетін болсақ 44 бөлінген 60 көбейтілген 15, жауабы 11-ге тең. Алтыншысы бізде 1,65 бөлінген 11, ол бізде 0,15-ге тең. Бұл бізде екінші бөліктікі. Енді ортасына қосу бар, бірінші бөлікке екінші бөлікті қосамыз, сонда 13,65-ке 0,15-ті қосақ 13,8 шығады. Ал екіншісінде бізде 19 бөлінген 2 бөлінген 19 бөлінген 10 азайтылған 21 бөлінген 5. Бізде бұл жерде 5 азайтылған 4,2 шығады. Оны азайтатын болсақ 0,8-ге тең. Енді 232 бөлінген 100 көбейтілген 29-дан 15 қосылған 5-тен 4. 5-тен 6 қосылған 5-тен 4 болады. Бөлімдер бізде бірде, алымдарын қосамыз. Сонда 10-ды 5-ге бөлсек 2-ге тең болады. Үшінші амал бізде 6 қосылған 7,2-ден 1 бөлінген 15-ге. 7,2-ден 1 ондық бөлшек айландыратын болсақ 7,5-ге тең болады. Оған 6-ны қосамыз және 1,5-ге бөлетін болсақ 0,9 шығады. Енді 22 бөлінген 15 қосылған 3-тен 1 көбейтілген 15. Бізде ішінде ортақ бөлім 15, 3-ке 5-тен тиеді. Сонда бізде 27 бөлінген 15, оны
біз 5-ке көбейтеміз. Енді біз 15 пен 5-ті 3-ке қысқартамыз. 5-ке қысқартамыз, сонда 27 бөлінген 3 9-ға тең болады. 5-ші амал бізде 0,8-ді 2-ке бөлеміз, 0,4. Осылайша бізде бірінші бөліктік шықты. Енді екінші бөліктікін табу үшін 0,9-ды 9-ға бөлеміз, 0,1. Сонда бізде екінші бөлігі 0,1-ге тең. Жетіншісі бізде ортасына қосу болғандықтан екеуін қосамыз. 0,4 қосылған 0,1 тең болады бізде 0,5-ке. Құрметті оқушылар, сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінікті болса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.